Ат жөніңіз ал. Сәлеметсіздер, менің аты жөнім Сейілбекова Мұхаббат Болатбаевна. Екінші ұлым осы жерге грантқа тапсырған болатын. Бұл жерде қазақ тілі бойынша тапсырған оқушылар саны 1483, ал орыс тілі бойынша 695. Осылай біз Шамшидинова ханымға хат жазғанымызда, ол кісі жалпы Алматы қаласында оқып жатырған қазақ тілді оқушылар мен орыс тілді оқушылардың санын айтыпты. Бізге ол маңызды емес. Бұл жерде іріктелген балдар. Сол қаншама еңбекпен дайындалған беске оқып жүрген балдар келіп жатыр. Бұл жерге тапсырған балдар. Сол үшін тек тапсырған балалардың санын ғана айтып бізге осындай не хат жазса, бізге жалпы Алматы қаласында оқыған баланың саны мүлде қажет емес. Облысты ескеріп тұрған жоқ қой. Облыс емес, біз Алматы қаласы бойынша. Облысты ескеріп тұрған жоқ қой олар. Иә. Біз тапсырған балалар бойынша мына жерде қарасақ, почти 1500 бала тапсырады. Қазақ тіліне 100 бала алады, орыс сыныбына тапсырады 600, 100 бала. Бұл жерде әділеттілік жоқ. Егер ол жерде 1500 бала болып, орыс тобына 1500 бала, қазақ тобына 1500 бала тапсырып 100 алса, біз жиналмас едік. Біздің еңбегіміз ақталмай отыр. Баланың дайындалған 150 бала кемі бізде қазақ сыныбына алынсын деген талабымыз бар. Тіпті шешілмейтін болса, бізге комиссия мүшесінен бір адам келсін, бір мүшесі келсін, бізді тыңдасын. Біз жинала береміз. Қашан комиссия мүшесі біз бір адам келмегенше, біз осылай жиналамыз, біз қайта жаза береміз. Мына жауапқа біз қанағаттанбаймыз. Бүкіл ата-аналар қанағаттанбайды. Бұл жауап дұрыс емес.